тіл мәселесі айтылады да кешірім сұрай, бірақ соны сөйлейді. Қазір осы тілді үйренген және үйренгісіге құлшынған жұрт сізбен бізде ойлағаннан да көп, өзге ұлт өкілдерінің арасында. Сізге деген бетбұрыс халықта көп. Бірақ мемлекеттік органдар, біздің мемлекеттің әр босағасы, әр төрі. Осының бір күн ойлайық, бұл заңнан да тыс әдеп аясында. Сіз бір күні жинап алып, жас жігіттер мен қыздарға айналайындар. Дәліздейді, қазір келгеннен кейін дәліздейді. Қазақша сөйлеуге деп айту керек. Олар тек кешке үйіне барып, даусыны шешіп төсекке жатқанда ғана сол мемлекеттік қызмет функциясын атқарып болғанын ойды ойлайды. Басқа уақытта өйткені бізге айтады, сіздер үйретсеңіздер, білесіздер ғой деп айтып жатқан азаматтар көп. Болысымыз дәлізден де сөйлейді, әдеп аясында деп. Өйткені оларды киген киіміне, былай сыртқы әдетіне, кабинеттеріне, үлкен бөлігіне көңіліміз болады. Бірақ жаңағы коридорда шүлдірлегенде қарнымыз ашиды. Екінші мәселе. Жеңістің 75 жылдығы келе жатыр, соған байланысты біздің идеологияның ақсап жатқан тұстары бар. Төлеген Әшіров бастаған альпинистер тобы ауылының маңындағы Соран таулары екен. Оның атын топографиялық картадан білдік. Қарашоқы, Ақшоқы, Мырзашоқы, Ақбұйра, Қолжұмыр, Семіз қыз деген әдем атаулар бар екен. Сол жерде осы бірнеше жылдан бері үлкен жарыс өткізеді екен, 9 жеңіс күніне арнап. Биыл ол кісілердің жоспарында атақты Бауыржан Момышұлының немересімен келінін құрметті қонақ ретінде шақырып, сол жерде үлкен іс-шаралар өткізбекші. Соны тек қана бір жеке компанияның өткізген, немесе бір жеке топтың өткізгені қылмай, облыстық деңгейде, республикалық деңгейде қолға алсаңыздар деп ойлаймыз. Бұл жерде әскери патриоттық, жауынгерлік, идеологиялық шара өткізуге болады. Және жеке кәсіпкерлікті дамытуға да, туристікті дамытуға да мүмкіндіктер туатын жер бар. Адамдарды осы уақытта өткізу. Жастар осы құрсандалықтай, қыстың күнінде олар әр апта жексенбі бұл тауға шығып тұрады. Мен осы бір айдай болды, соларға қосылып, ғажап ләззат алып, ғажап көңіл күйде жүремін. Осыны қолдауға болады. Бұл бір мәселе. Үшінші мәселеде осыған қатысты. Біз туризм жайында айтқанда, Қарағанды облысы жайында айтқанда, туристерді Ұлытауға, Ақтоғайға, Бектауға, Қарқаралы, Ақсоран деп айтып жатамыз. Қарағандының өзі туристік объект ретінде ол карлармен, шахталарымен, немесе карменттермен атымен елестетіледі, бір транзиттік вокзал тәрізді келіп түсіп, кететін бір бекет тәрізді. Ал шындап келгенде Қарағандының жері, осы Сарыарқаны білдігі, жаңағы атақты қасиет жерлердің бәрі біріктіріп тұрған қазыналы Қарағанды, Асан Қайғының табаны тиген, көзбен назар білдірген, әмір темір көймен жүрілген, Құмар Жырау, Абылай хан, Ақжол Таяқбаев аты, Кенесары хан, айта беруге болады, Шоқан Абайды. Солардың рухын сездіретін, қазақы келбетімен Қарағанды жұмысшы, шахтер, кенттермен біріккен, құраласының талап етілмес. Көне рухы бар, үлкен орда ретінде көрсететін үлкен жоба керек тәрізді. Біз Абдолдың орнбасарын Абдолдың жұмыс тобы құрдық. Қаланың келбеті, келбет туралы жұмыс тобы құрып жұмыс істетті. Бірақ сіздің назарыңызға облыстың бірінші басшысы ретінде жақсы жобалар бастап жатқан жас миграция ретінде өз назарыңызға салып қойғаныңыз жөн. Рахмет.